Салам достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен дімлама тамағын дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай алдын ала заттарын дайындап алдым. Бір дана орамжапырақ орташа көлемдегі, сосын 5-6 картопты жуып, тазалап, турап алдым. Қатты турамаймыз. Содан соң бір дана пиязымыз бен бір дана сәбіз қостым. Бізде сәбізде ешкім мұнша жемегендіктен бір дана ғана қостым. Осылай барлығын жуып, тазалап, майда етіп, жіңішке етіп турайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осылай турай бересіздер. Бірақ мен дімлама тамағын қуырып жасамаймын. Суға бұқтырып жасаймын. Дәмділігі мен өз күйін сақтайды. Және картоптары езіліп кетпейді, қорықпаңыздар. Еттері өте жұмсақ болып піседі. Осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Міне 500 грамм етті осылай қатты майда қылып турамаймыз. Орташа көлемде турап аламыз. Менде ет морозилкада тұрған соң кішкене қатты болып тұр. Осылай кесіп алыңыздар. Бірақ сіздер абайлап пайдаланыңыздар. Егер де менікі сияқты еттеріңіз қатты болса, қолдарыңызды кесіп алмаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы тамақты жасап көріңіздер. Менің арнамда жаңа видеолар апта сайын шығып отырады. Егер сіздерде май болса, май қосып жіберсеңіздер болады. Менде майда алдын ала ерітпегендіктен тек етпен жасадым. Міне осылай турап аламыз. Содан соң алдын ала қазанымызға міне көріп тұрғандарыңыздай май құймаймыз, ешқандай пиязымызды, содан соң жаңа туралған етімізді осылай жайғастырып аламыз. Барлығын пияздың толық бетін жабу керек. Етімізден соң жаңа туралған сәбізімізді үстіне қойып шығамыз. Содан соң осылай 2 дана қызанағымыз қосатын боламыз. Жуып шайып тазалап алыңыздар. Негізінде үйлеріңізде қызанақ көп болса, көптеу қосқан дұрыс. Бізде 4-5 адамға арналған тамақ болғандықтан мен көп қосқан жоқпын. Осылай бәрін реттілікпен салып шығамыз. Содан соң туралған картоптарымызды саламыз. Міне осындай көлемде тураңыздар. Қатты майда қылып жіберудің қажеті жоқ. Содан соң осы орамжапырақтың ортасын осылай кесіп алдым. Кесіп турап алсаңыздар болады. Мен өзім былай сыртын алып отырып істетемін. Көріп тұрғандарыңыздай. Кесіп тастасаң қатты майда болып кетеді. Турап істетемін десеңіздер, езіліп кетуі мүмкін. Не осылай сыртынан ажыратып алып бетіне жабатын боламыз. Орта жұмсақтықтағы орамжапырақ менде. Оның қабатын алдым мен. Міне көріп тұрғандарыңыздай.
отқа қоймай тұрып 250 грамм су құйып алдым. Салқын су. Одан соң осылай орам жапырақтарымызды бетіне жауып шығатын боламыз. Осылай тура видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, орам жапырақ мүлде езілмей, дана-дана болып шығатын болады. Бір шай қасық тұз салатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Мен ешқандай перец, қосымша приправалар қосқан жоқпын. Сіздер қоссаңыздар болады. Мен бір ас қасық қуырылған банканы қостым. Ол жері видеоға түспей қалыпты. Содан соң 100 грамм үстінен тағы да су құйып жібердім. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар. Қайырлы күн достар. Біз бүгін үгітілмелі самсаны жасайтын боламыз. Оған ең алдымен бізге айран керек болады. 120 грамм айран. Содан соң сармай, ертілген сармайды қосып, бір дана жұмыртқа қосамыз. Содан соң бір шай қасық тұз саламыз. Тұз салып осылай араластырып, жақсылап разрыхитель тест қосамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қосып жатырмын. Содан соң ең алдымен електен өткізіліп қойған ұнымызды қосамыз. Мен 2 бөліп қостым. Осылай жақсылап илеп, қамырдың басын біріктіреміз. Мына екінші бөлігін салып араластырып жатырмын. Бізге 400-500 грамм ұн кетті. Басы біріккен соң осылай телефонға салып, холодильникте жарты сағат немесе 20 минутқа қойып қоямыз. Немесе морозильникке 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Міне уже дайын. Қамырды осылай алып, дөңгелек етіп бөліктерге бөліп аламыз. Менде 40-42 граммнан болды. Және 15-20 дана шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай домалақ етіп алсаңыздар болады. Сосын оны тақтайға жинап, бетін жауып, шетінен пайдаланып отырдым. Міне осылай жайып аламыз. Төрт жағын осылай кесіп, менде 2 түрлі начинка мен болды самса. Біреуі етпен, біреуі картоппен. Сіздер өз қалауларыңызға қарай қосып жасасаңыздар болады. Менде қойдың етінен жасалған начинка. Міне тағы да біреуін көрсетіп жатырмын. Басында сіздерге қиын болуы мүмкін. Бірнешеуін жасаған соң оңай болып кетеді. Осылай 4 бөлікке бөліп кесіп алсаңыздар, өздеріңізге ыңғайлы болады. Бірінің үстіне бірін жабыстырып отырамыз. Мұқият қарап отырыңыздар. Өрілген сияқты болып шығады.
жан-жағын осылай біріктіріп шығыңыздар, немесе ішіндегі салмасы сыртқа шығып кетуі мүмкін. Каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Міне мен картоппен қосылған бөлігін осылай түйіп шықтым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы етіп түйсеңіздер болады. Міне дайын болған самсаларымызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Ішіндегі начинкалары толықтай пісіп шығады. Сіздер күнжіт сепсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен кеспені қалай жіңішке етіп кесу туралы көрсететін боламын. Арнама қош келіпсіздер. Ол үшін біздерге 300 грамм ұн міндетті түрде електен өткізілу керек, ситадан, яғни. Содан соң 1 дана жұмыртқа, сосын 1 шай қасық тұз керек болады. Осы үшеуін жақсылап басын біріктіріп, зуала жасап алатын боламыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, осылай жаймендеп басын біріктіріп аласыздар. Менің арнама кіріп, өздеріңізге керекті тағам түрлерін көрсеңіздер болады. Менде оңай әрі жеңіл тағам түрлері бар. Содан соң оның жартысындай бізге су керек болады, яғни 175 мл су керек болады. Соны қосып, жақсылап араластырып, осылай қамырымызды дайындап аламыз. Орташа қаттылықта болу керек. Қамыр қатты болса қамырларыңыз жая алмай қалуларыңыз мүмкін. Міне көріп тұрғандарыңыздай 10-15 минут тындырып алып, қайтадан зуала етіп бетін жауып қоямыз. Менде дайын болды. Дайын болған қамырымызды осылай қолымызбен жайып алатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене қаттылау болған соң оң жақ сол жағын айналдырып, осылай дөңгелетіп ұн салып оқтаумен жаятын боламыз. Міне осылай жайып алыңыздар. Уайымдамаңыздар, кеспе суға түскен соң ешқандай ісініп бұлжырап кетпейді, өз қалпын сақтап тұрады. Не бізде уже дайын болып қалды. Қалың десеңіздер, бұдан да жұқа етіп жайсаңыздар болады, өз еркілеріңізге қарай. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы кеспе түрін жасап көріңіздер. Және менің арнамда қандай тамақ түрлерін көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Бүкіл құрамын описание бөліміне де жазып кететін боламын. Сол жақтан көріп дайындасаңыздар болады. Міне осылай қамырымызды жақсылап жайып аламыз, бір тегіс етіп. Міне менде жұқалығы осылай. Мен бірақ бұны қолмен бүктейтін боламын. Сіздер оқтаудың көмегімен
бүктеп алсаңыздар болады. Маған осылай ыңғайлы. Ортасында ешқандай ауа қалдырмаймыз. Және ұн сеппестен ақ осылай орап кесіп алсаңыздар болады. Уайымдамаңыздар, ешқандай да бір-біріне жабысып қалмайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқалықта кесіп алатын боламыз. Менің әжем осындай кеспе тамағын өте қатты жақсы көреді. Қыз кезімізден бізге осылай жұқа және жіңішке етіп кесуді үйрететін. Және осылай қатырып алып бірнеше күннен кейін тағы да істетсеңіз болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сақтап немесе сатылымға шығарсаңыздар да болады. Кеспе тамағы өзіме қатты ұнайды. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне бір тегіс өте әдемі болып шықты. Сау болыңыздар, сіздерге ас болсын. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен қытырлақ пилмешке дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 140 грамм су керек болады. Содан соң 1 шай қасық тұзымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер көп мөлшерде жасағыларыңыз келсе, тура осы рецептпен 2 есе қосасыздар. Мен бүкіл керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Содан соң 1 дана жұмыртқамыз керек болады. Содан соң 80 грамм сары майымыз керек болады. Бөлме температурасында ерітілген сары май болса да болады. Мен алдын ала микроволновкада ерітіп алдым. Осылай жақсылап араластырып, ұнымызға алдын ала 1 шай қасық разрыхитель қосып алдым. Содан соң дрожжи саламыз. 1 шай қасық. Менде дрожжи қосылған жері түспей қалыпты. Сіздер міндетті түрде қосыңыздар. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бізде 400-500 граммдай ұн кетті. Міндетті түрде ситадан өткізіп алып қосыңыздар. Осылай басын жақсылап біріктіріп алатын боламыз. Ауызашарға өте керемет ас болып табылады. Міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Кішкентай балалар мен үлкен кісілерге де қатты ұнайды. Міне осылай басын біріктіріп болған соң, 1 сағатқа немесе жарты сағатқа бетін жауып осылай қойып қоямыз. Міне тынған қамырымыз осылай әдемі болып шығады. Ешқандай да қолға жабыспайды. Көп ұн пайдаланбастан жаюға да болады. Мен 3 бөлікке бөліп алдым. Егер сіздердің оқтауларыңыз үлкен болатын болса, 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Менде оқтауым орташа көлемде болғандықтан 3 бөлікке бөліп алдым. Міне жан-жағын басып жаюды бастаймыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге тағы да рецепттер керек болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менде жаңа сіздерге пайдалы рецепттер көп. Осы ауызашар уақытында жасалатын оңай жеңіл тамақтар түрлері менде бар. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз дайын болып қалды. Енді оны осылай мантының қамырын орағандай осылай орап алатын боламыз. Бірін үстіне бірін осылай қойып, бір-біріне мүлдем жабыспайды, уайымдамаңыздар. Өйткені біздің қамырымызда сары май бар. Осылай көлемде
кесіп алсаңыздар болады. Егер сіздер бірдей размерде болғанын қаласаңыздар, линейкамен өлшеп алсаңыздар болады, 7 сантиметр етіп. Содан соң осылай кезектетіп үсті-үстіне қойып шығатын боламыз. Қойып шыққан қамырымыздың шетінен бастап кесіп аламыз. Осындай көлемде немесе үлкен-үлкен етіп жасасаңыздар болады. Енді өз ыңғайларыңызға қарай. Менде кіші көлемін ұнататын болғандықтан осылай кіші етіп кесіп алдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Маған ең қатты ұнайтын пельмешкелер. Мен салмасына осылай картопты алдын ала езіп, май қосып дайындап алдым. Егер сіздер ет қосам десеңіздер, фаршты алдын ала қуырып алып қоссаңыздар болады. Осылай орташа көлемде салып аласыздар. Барлығын осылай салып болған соң, шетінен бастап түйіп бастаймыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түйіп алсаңыздар болады. Немесе үлкен-үлкен көлемде заказға сатсаңыздар болады. Бірақ ол кезде сантиметрмен өлшеп алсаңыздар өте керемет болады. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Міне осылай қызып тұрған майға салып алатын боламыз. Ас болсын. Сау болыңыздар. Арнама тіркеліп кетіңіз. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Біз бүгін сіздермен пиццериядағыдай пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы су немесе жылы сүт пайдалансаңыздар болады. Мен су пайдаландым. Содан соң 2 шай қасық тұз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң аштығымызды салып, осылай жақсылап ерітіп қозғап аламыз. Мен 5 минутқа бетін жауып қойдым. Немесе сіздер сол дрожжды салып, ұнды салып араластырып, қамыр илей берсеңіздер болады. Осылай басын біріктіріп, жақсылап илеп аламыз. Төрт 500 граммдай ұн кетеді. Уайымдамаңыздар. Осылай қатты илей берсеңіздер болады, көтеріледі. Содан соң сұйық майымызды қосып, бетіне жағып, бетін жауып, жарты немесе 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Оған дейін сіздер не қосып дайындағыларыңыз келеді? Мен маргарита және пепперони пиццасын дайындадым. Не, қамырымыз көтеріліп шықты. Теңде 3 бөлікке бөліп алдым. 320 300 граммдай болды қамыры. 30-25 дециметр болады көлемі. Сіздер үлкен қылып жаям десеңіздер, 2 бөлікке бөліп алсаңыздар болады қамырды. Осылай домалақ етіп жайып алып, ортасына
майонез бен кетчупты қосып жақтым. Сосын моцарелла сырымызды күштен өткізіп дайындап қойдым. Сол аралықта жаңағы дайын болған қамырдың үстіне кетчуп пен майонезді жағып 5 минутқа духовкаға жібереміз. Мен екінші пиццаның қамырын жаюға кірістім. Ол менде маргарита пиццасы. Міне жаңағы видеода пеппероним пісіп қойды. Маргаританың да қамырын дәл солай дайындап алып 5-10 минутқа алдын ала пісіріп аламыз. Құпиясы осыда. Осылай пісіп шыққан соң помидорымызды бетіне қойып, бетіне алдын ала үккіштен өткізген сырымызды сеуіп, 10 минутқа немесе 6 минутқа салып алсаңыздар болғаны. Іші толықтай пісіп шығады. Дәмі өте керемет. Ас болсын. Сау болыңыздар. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қатпарлы самсаның рецептін түсіретін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге 300 грамм ұн, електен өткізілген ұн керек болады. Содан соң 1,5 шай қасық тұз саламыз. Содан соң осылай 30 грамм сары майымызды саламыз. Менде сары майымыз 82,9%. Содан соң 175 миллиграмм су салатын боламыз. Салқын су саламыз. Сол кезде қамырымыз орташа қаттылықта болып шығады. Осылай жақсылап басын біріктіріп алатын боламыз. Біріккен қамырды зуаланы осылай бір шетке алып қоятын боламыз. 15 минутқа тындырып, оған дейін салмасын дайындап аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен 2 орташа жуаны пайдаландым. Сіздер де адам санына қарай көбірек етіп жасасаңыздар болады. Мен бір бүтін орташа асқабақты пайдаландым. Мен барлығын турап қостым. Бірақ менде салмасы қалып қойды. Бізде 5-4 адам болған соң азырақ көлемде істедім. Сіздер көптеу жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Және осы мини самсаны жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бізде бір құпиясы, мен асқабаққа міндетті түрде қант қосамын. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Міне 15 минут тынған қамырымызды осылай екіге бөліп жайып алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай тынған қамырымызды осылай шет-шетін басып жайып алатын боламыз. Жақсылап. Менде 2 бөлікке бөліп алдым. Сіздер одан да көп қылып жасасаңыздар болады, әрине өз қалауыңызға байланысты. Менің арнамнан тағы да қандай рецепті көргілеріңіз келеді, комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Менде бүкіл құрамын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден көріп жасасаңыздар да болады. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп кетіңіздер. Міне бізде қамыр уже дайын болып қалды. Қатты жұқа етіп жайған жоқпын. Орташа көлемде жайып алдым. Сіздер жұқа етіп жайып алсаңыздар болады. Міне осылай жайып алған соң біреуін бір шетке ала тұрып, екіншісін жайып алатын боламыз. Міне қатты жұқа емес, орташа осылай болып шығады. Содан соң сары майымызды, жаңағы 82,9% майымызды, содан соң болдың майын араластырып ерітіп алдым. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Қанша грамм салғанымды описание бөлімінде жазып кететін боламын.
Егер сіздерде қолы майы болмаса, маргаринді пайдалансаңыздар болады. Немесе көп жағдайда қойдың майын ертіп алып жақсаңыздар, қатпарлығы өте күшті болып шығатын болады. Сіздерде үйде қандай май бар, сол түрін пайдалана бересіздер. Міне жетпеген жерлерін кішкене созып, осылай жеткізіп алып, май жағып, екеуін бірге нығыздап орайтын боламыз. Осылай бәрін бір тегіс етіп жағып алатын боламыз. Маған қолмен ыңғайлы болды, содан соң қолмен жағып алдым. Содан соң осылай нығыздап орап алатын боламыз. Менде кішкене майы көпте болып кетті. Оны бөлек алып, үстінен кішкене сырғатып алып, бет жағына орап болған соң жағып, морозильникке 20 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Немесе холодильникке 30 минутқа қойып қоясыздар. Міне пакетке салып, морозильникке 20 минутқа қоюға жібердім. Сосын салмасына 2 шай қасық қант салып алатын боламыз. Дәмді болып шығу үшін. Міне құпия соусы да. Содан соң 1 шай қасық тұз салып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Сосын осы жарты шай қасық қарабұрышымыз салып, жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң жаңағы морозильниктегі қамырымызды алып, 22-20 грамм қылып бөліп алатын боламыз. Сол кезде мини самсаларымыздың көлемі шығатын болады. Не осылай кесіп аласыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ортасы өте қатпарлы болып шыққан. Оны ұнымызға батырып, шет-шетін басып, шайлап алатын боламыз. Сол кезде қатпарлы көлемін жоғалтпай, қытырлап, әдемі болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай жасап көріңіздер. Менде пергамент қағазы жоқ болғандықтан, листтің астын осылай майлап, барлығын бір тізбекті етіп қойып шықтым. Егер сіздерде пергамент қағазы болатын болса, астына соны төсеп, бір шеттен қойып шықсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, өте дәмді болып шығады. Ас болсын, сау болыңыздар. Қайырлы күн, қалайсыздар достар? Арнама қош келіпсіздер. Бүгін біз сіздермен чебурекке дайындайтын боламыз. Мен картошка қосып жасадым. Сіздер ет қосып жасасаңыздар болады. Бізге ең алдымен 350 грамм ұн електен өткізілген. Содан соң осылай ортасын ашып қоямыз. Ыстық суға 1 чайный ложка тұз қосып жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң осылай қосып жақсылап қамырды илейтін боламыз. Мен өте ыстық суды қостым. Осылай жақсылап араластырып жасап аламыз. Менің істеген қателігім майды соңында қосқаным, бірақ сонда да жақсы шығады екен. Сіздер осылай барлығын араластырып жатқан кезде бас жағында қосып жіберсеңіздер болады. Содан соң осылай 20 грамм майымызды қосып аламыз. Соңында қостым, мен көріп тұрғандарыңыздай. Жақсылап басын біріктіріп, тындырып қоясыздар арасында.
сол кезде қайта ашып июн қандырып жақсылап илеп тұрасыздар. Міне басы бірікті. Енді бетін жауып 10-15 минутқа қойып салмасын дайындайтын боламыз. Мен 5-6 дана картопты турап осылай қайнатып алдын дайындап алдым. Содан соң бір пияздың жартысын жақсылап қуырып қосып жібердім. Сіздерде тартылған ет болса, содан жасасаңыздар болады. Не көріп тұрғандарыңыздай бір шай қасық тұз қостым. Осылай жақсылап езіп, май, сүт болса сүт қосып жіберсеңіздер болады. Теңдеп бөліп кішкентай домалақтар жасап алатын боламыз. Сосын барынша жұқа етіп жайып, көріп тұрғандарыңыздай жұқа етіп жайып, салмасын ортасына салып, жанын мен шаншқымен басып шықтым. Мұнда екіншісін жайып көрсетіп жатырмын. Осылай жұқа етіп жайып. Мен арасында оны пайдаланып отырмын әрине. Бірақ тым қатты жабыспайды оқтауға. Осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың ортасына салмасын салып, жанын толықтай бекітіп, үстінен шаншқымен басып шықсаңыздар әдемі көрінеді. Егер де дұрыс жабылмаған болса, ішіндегі картобы сыртқа шығып, майды қара түске енгізіп жіберуі мүмкін.
содан соң осылай шанышқымен басып шығатын боламыз. Ішіне ауа қалдыратын боламыз міндетті түрде. Сол кезде біздің чебурекелеріміздің сырттарында бүртік болып әдемі болып көрініп тұратын болады. Қызып тұрған майымызға екі бетін айналдырып тұрып пісіріп алатын боламыз. Менде май кішкене қатты қызып кеткені жақта. Уайымдамаңыздар, бірақ іші толықтай пісіп шығады екен. Менің қазаныма 2 дана чебуреки ғана сыйды. Не осылай қызарып әдемі болып шығады екен, жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, достарыңызбен бөлісіп жасап көріңіздер. Міне қып-қызыл болып пісіп шықты. Сіздерге ас болсын. Сау болыңыздар. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін базарда сатылатын қатпарлы самсаның қамырын дайындайтын боламыз. Оған ең алдымен жылы су құйып, үстіне тұз салып, ерігенше араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды 2-ге бөліп, орташа қаттылықта қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды арасында илеп тұрамыз. Содан соң 15 минутқа тындыруға жібереміз. 15 минуттан соң қамырымызды алып, 2 зуалаға бөліп аламыз. 2 зуаланы тағы да тындыруға 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан соң алып жая бастаймыз. Жайылған кезде өздеріңізге ыңғайлы болуы керек. Қатты қалың, қатты жұқа болмау керек. Содан соң екінші қамырды үстіне қойып, оқтауға орайтын боламыз. Оқтауға жақсылап орап болған соң, оның ортасынан 2-ге бөлеміз. 2-ге бөліп, және оларды 4-ке бөлетін боламыз. 4-ке бөлінген қамырды тағы ортасынан 2-ге бөліп аламыз. Кесілген қамырларымызды мұздатқышқа 20-30 минутқа салып қоямыз. Одан соң шығарып, осылай кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Бұл біздің самсамыздың негізгі бөлігі болып табылады. Осылайша жаңағы кішкентай бөліктегі самсалардың бетіне тағы да кішкентай бөліктерге бөліп, қатпарлы жағының бетіне қойып шығатын боламыз. Содан соң қамырымызды ұнға батырып немесе өзінде жайсаңыздар болады. Содан соң жайылған қамырымыздың жаңағы қатпар жабыстырылған бетін емес, үш жағына начинкамызды салып, оны өздеріңіздің қалауларыңызша түйіп аласыздар. Мен картоп қосып жасадым. Дайын болған самсамыздың бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағатын боламыз. Барлығына жағып болған соң өздеріңіздің қалауларыңызға қарай күнжіт немесе сидана сеуіп, оны 180 градуста қызып тұрған пешімізде пісіріп алатын боламыз. Ас болсын. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тамағы бешбармақты істейтін боламыз. Ол үшін осылай қазы бізде 4-5 адамға арналған тамақ жасайын деп жатқан соң, көріп тұрғандарыңыздай 500 грамм, 500-600 грамм ет және сүйек салдым. Кішігірім май, ол 200 грамм. Осылай 3 табақ суымызды құйып алдық. Мен жылы су құйып алдым. Қатты ыстық емес, қатты салқын емес. Енді сіздер салқын су құйып алсаңыздар болады. Мен осылай жылы су құйып алдым. Сосын астың баяу отта қайнататын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай суды бетіне дейін қатты толтырмай құйып шығатын боламыз.
Мына жақта 5 литрдай су кетті. Енді сіздер адамның санына қарай өздеріңіз етті де суды да көбейтсеңіздер болады. Мен алдын ала қазына жіппен орап, ығыздап, тесіп алдым. Осылай бетін жауып, қайнағанын күтетін боламыз. Қатты қайнап кетпеу керек. Өйткені тасып, осылай кір көбігі бетінен ағып кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, кір көбігін алдын ала алып отырамыз. Сәбіз ұзақ пісетін болғандықтан ертерек осылай салып қоямын алдын ала. Қазым жарылып кетпеу үшін де осылай жіппен орап қойған дұрыс деп білемін. Жанына кір көбік қатты шығып кетпеу үшін осылай пияз салып қойсаңыздар болады. Бұл лайфхак. Бірақ көп жерлерде көп адамдар пияз салмауы мүмкін. Ол өз еркілеріңізге байланысты. Міне, екінші қайнап шыққан кезінде осылай картобын салып алдым. Қатты езіліп кетпей тұрып, картобын алып аламыз. Арасында осылай шығып жатқан кір көбіктерін алып отырсаңыздар болады, мен сияқты. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, жақындарыңызға таратып, жасап көріңіздер. Міне осылай майы шықты. Енді біз бұдан тесто жасайтын боламыз. Мен тестосына міндетті түрде сорпаның майлы жерін алатын боламын. Мен ешқандай да су араластырмай өзіне жасаймын. Тек қана бір дана жұмыртқа қосамын. 2 зуаланың қамырын жасадым. Міне көріп тұрғандарыңыздар, ешқандай да қолға жабыспайды. Өз қалпын сақтап тұрады. Ұнның барлығын өзінің бойына сіңіріп алады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қолдарыңызға да жабыспайды. Күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Осылай орташа қаттылықта қамыр илеп алатын боламыз. Оны 15-20 минутқа тындырып қойсаңыздар болады. Содан соң жаюды бастайтын боламыз. Оның арасында мен осылай тұздығын дайындап алдым. Бізде пияз сорпа деп айтады. Әркім әрқалай айтады. Ең алдымен осылай пияздарымызды турап алған соң, міндетті түрде жай ғана суға біраз бұқтырып алатын боламыз. Немесе қайнатып алсаңыздар да болады. Содан соң май сорпамызды үстіне құйып, осылай араластырып, дайындап, бетін жауып қоямыз. Мен үстіне осылай укроп турап қосамын. Солай дәмдірек болып шығады. Сіздер қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Міне уже картоптарымыз пісіп шықты. Оларды алып, бір ыдысқа салып қоямыз. Сәбіз әлі қайнап тұра береді. Міне бізде тыңған қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп, зуала етіп жасап аламыз. Содан соң видеода көріп тұрғандарыңыздай жайып шығамыз, дөңгелетіп, шетін басып. Кішкене қаттылау болса, қаттырек басып жаясыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Менің қамырым бірақ қатты жұқа болмады, орташа көлемде шықты осылай.
ұн сеппесеңіздер де жабыспай өз қалпын сақтап тұрады. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай салып жақсылап қайнатып алатын боламыз. Оған дейін мен астына кішкене осылай тұздығын құйып аламын. Міне қамырымыз пісіп шықты бізде. Осылай салып аламыз. Содан соң жаңа дайындап қойған тұздығымызды үстіне салып жақсылап қамырдың арасына кіргіземіз. Өйткені қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмау үшін пайдасы тиеді. Бірақ көп жерлерде тұздықты беткі жағына салады екен. Міне етімізді алдын ала дайындап кесіп турап алдым. Менде жолдасым өзі кесіп турап береді. Міне көріп тұрғандарыңыздай қазы бүтін әдемі болып шықты. Етіміз де өте дәмді, жұмсақ. Картоптарымыз бен сәбіздеріміз де өте әдемі болып шықты. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.